Сәлем баршаға достар, менің арнама қош келдіңіз. Алдымен видеоны көрмей тұрып, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписация басып, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіз. Бүгін сіздермен бірге қаймақты бәліш сметанный пирог пісіретін боламыз. Бір жасағаннан ақ шығады. Қарапайым ғана заттармен жасалады. Жасалуы өте оңай. Сіздер жасап көрсеңіз болады. Сіздерге тағы бір айта кетерім, видеоны міндетті түрде соңына дейін өткізіп жіберместен қараңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа жасалуы оңай, қарапайым ғана пирогтардың рецептін таба аласыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, өте нәзік. Ендеше бастаймыз. Таза ыдысымызға алдын ала өлшеп алған ұнымызды салып алатын боламыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қопсытқышта осының ішінде 1 шай қасық қопсытқыш қостым. Қантымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғанда бізде дәл осындай масса пайда болады. Дайын массамыздың үстінен бір жұмыртқамызды жарып алып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, пирогтың жасалу жолы өте оңай. Жұмсақ етіп қамырымды илеп алдым. Енді бұны алып, пакетке немесе пищевой пленкаға салып, 10-15 минутқа холодильникке қалдыратын боламыз. Енді кезекте пирогымыздың ортасына құятын қаймақты крем дайындап алатын боламыз. Менде 20% қаймақ. Үстінен қантымызды саламыз. Жұмыртқаларымызды сап алатын боламыз. Барлығын жарып алдық. Енді венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Барлығы біркелкі масса болғанша араластырсақ жеткілікті. Егер сізде венчик болмаса, вилканың көмегімен де араластырсаңыз болады. Ең бастысы, бір қалыпты масса болғанша араластырып алсақ жетеді. Осы кезде біз пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып алатын боламыз. Осымен біздің қаймақты креміміз дайын. Енді қамырларымызды алып, бөліп алатын боламыз. Видеодағыдай етіп, бір жағын үлкен, бір жағын кіші етіп бөліп алыңыздар. Менде форма 24 сантиметрлік. Қамырларымызды осылай ішіне жайып шығатын боламыз. Енді жан жағына жайғастыратын боламын. Видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, өздеріңізге де оңай болады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Видеоны өткізіп жіберместен толықтай қарауыңызды сұраймын. Қамырларымды формаға жақсылап жайғастырып алдым. Енді кремімізді құятын боламыз.
Мен жан-жағын қатты көтеріп жіберіппін. Егер сізде қатты көтерсеңіз, осылай қасықтың немесе вилканың көмегімен кішкене түсіріп алсаңыз болады. Енді пирогымызды 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пешінің ыңғайына қарай әртүрлі уақытта піседі. Осымен біздің сметани пирогымыз дайын, пісіп шықты. Пісіп болғанда бұның ортасы былқылдап тұратын болады. Оны 2-3 сағатқа мұздай жерге қойып қойыңыздар. 2-3 сағатта әдемі болып қататын болады. Мен 2-3 сағат мұздай жерде ұстадым. Толық суытып барып, формамыздан осылай ажыратып жатырмын. Түнде пісіріп қойып, таңертең кессеңіз де болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, әдемі болып шықты. Жасалуы өте оңай, қарапайым ғана заттармен жасалады. Бір рет жасап көрсеңіз, қайта-қайта жасағыңыз келеді. Ең бастысы, бір жасағаннан ақ осындай әдемі етіп жасай аласыз. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоның тарауына көмек етіп, басқа да достарыңызбен бөліссеңіз болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет.